Оқушылар, біздер қандай бөлім өтіп жатыр едік? Аша, рахмет балалар. Олай болса біздер бүгінгі сабақта қандай тақырып өтеді екенбіз? Достық өтіш жабылмайды. Сабағымызда мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау деген оқу мақсаты бойынша жұмыстанамыз. Мына өзеннен су ішіп тұрды. Сол кезде судан бақа атып шықты. Ол достым тыңда, екеуміз дос болайық. Тыңда достым, ол достықтан ештеңе шықпайды деді тыңда. Неге деп сұрады? Балалар, ары қарай мәтін аяқталған ба? Жоқ, аяқталмаған. Қазір осы берілген үзіндінің жалғасын өз болжамдарыңызбен жазасыз. Әлихан, саған бұл тапсырма қиындық тудырып тұрған жоқ па? Қалай ойлайсың? Оқиға ары қарай қалай болады? Мен саған қазір тапсырмада көмектескім келіп тұр. Бұл жерде оқиғалардың реттілігі сақталған. Әңгімені сен осыған қарай отырып аяқтап көрейікші. Жаңа бізге сұрақ қойған кім еді? Неге деп? Бақа да. Соған тырнаның берген жауабы қандай болды деп ойлайсың? Тырна өткен ұшақ, бақа шамайды. Бақа шамайды, жарайсың. Оны кім деп айтады еді? Біз биологиядан өтіп жүрміз ғой. Қосмен келді. Тырнаның дос болмаймыз деу себебі сондықтан деп ойлайсың, иә? Ал жақсы, енді мына суреттен назар аударсаңшы. Амандасуды байқап тұрмыз, тағы да дос болу. Я, сонда қандай болжам жасап отырсың? Тырна мен бақа дос болып қалады. Тырна мен бақа дос болып қалады деп ойлайсың, иә? Неге олай ойладың? Себебі біз қандай тақырып өтіп жатырмыз? Достық туралы, да? Дос туралы қандай мақал мәтел білесің? Өстіңге барып жұртасы болсын. Ой, жарайсың, тамаша. Өзің жаңа жасаған болжамды, яғни оқиғаның соңын енді не түрінде бейнелеп бермекшісің маған? Иә, сурет түрінде бейнелеп берші. Не салар едің бұл жерге? Тырна мен бақаны салар едің, дұрыс. Тамаша, сенің қолыңнан келеді, мен саған сенемін, ал кірсе ой.